Hello everyone, welcome back to my channel. Сәлем барлығыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Менен көп сұрайтын сұрақтардың бірі ағылшын тілінде сөздіктерді қалай тез жаттау керек. Негізі бұған көптеген қызықты оңай әдістер бар. Көбісі айтады, кітап оқып, немесе күніне 1 сөзден, 5 сөзден, 10 сөзден жаттау керек деп. Меніңше бұл қызықты емес, ұмытып кете бересіз. Сондықтан бүгінгі мен сіздерге көрсетейін деп отырған әдісім жолым қызықты да тез ойыңызға жатталады. Менің ойымша бүгінгі таңда ағылшын тілін жаттау ол өте оңай, себебі сіз айналаңызға қарасаңыз, кино, музыка, даже күнделікті сатып алып қажеттенетін заттарыңыздың өзінде ағылшын есімдері бар. Сондықтан бүгінгі тақырып Popular products and their translations, яғни танымал заттар және олардың аудармасы. Сіз күнделікті супермаркетке барғанда айналаңызға қарасаңыз, заттарды алып, сыртын оқып қарасаңыз, көбінде, жаңа айтқандай, ағылшынша аттары бар. Просто аттарын жаттаймыз, ал олардың дәл мағынасы қандай екенін көбіміз біле бермейміз. Сондықтан осы видео сіздерге бүгін өте қызықты болады деген үміттемін. Осы видеодан кейін осы заттардың мағынасын және аудармасын біліп, енді ешқашан ұмытпайсыздар деген үміттемін. Бір айтта кететін жай, негізі барлық көзіңізге көрінген ағылшынша жазылған сөздің бәрінде мағынасы бар емес. Себебі кейбір заттардың аты басқаша тілде келеді, ал кейбір заттар бренд болғандықтан 1-2 сөзден құралады, немесе басқа да бір кісінің аты бола ма, сондай болуы да мүмкін. Ал ендеше кеттік, бірінші затымыздан бастайық. Бірінші зат ол fairy. Бұл менің ойымша әрбір үйде бар зат. Тек қана Қазақстанда емес, дүние жүзінде бар заттардың бірі fairy деп білемін. Ал бұның мағынасы пері, перизат. Cool, pasta bake. When it's not coming out clean first time, next time try Fairy Platinum. Its liquid and powder capsules can clean that stubborn stuff from your dishes better than the leading tablet. Келесі затымыз Comet. Comet. Бұл да әрбір үйде бар, әрбір адам керектенеді. Көптен бері де қажеттеніп келеміз, өте танымал зат. Ал бұның мағынасы қазақшасы құйрықты жұлдыз. Білмеймін де не үшін құйрықты жұлдыз осы затқа қандай қатысы бар екенін, бірақ аудармасы осылай. Келесі vanish. Бұл затты білесіздер, бұл кетпейтін қатты дақтарды кетіруге арналған. Бұның аудармасы да өзіне сай болып келеді, яғни жоғалып кету. Келесі head and shoulders. Бұның аты өте ұзын, бірақ аударып көрсек, негізі логикасы бар. Аудармасы бас және иықтар. Head дегеніміз бас, and және shoulders. Бұл көпше түрінде. Shoulder болса бір иық, shoulders ол көпше түрінде. Бас және иықтар. Келесі Pampers. Бұны барлық аналар біледі деп ойлаймын. Бұның аудармасы Pampers, pamper деген сөзден шыққан. Pamper дегеніміз мәпелеу, аялау немесе еркелету деген ұғымдарды береді. Ал бұл жерде заттың атына қарасақ, соңында s деген жалғау бар екен. Pamper дегеніміз етістік болғандықтан, жаңа айттым, s жалғанса көпше түрінде болады деп. Ал бұл жерде етістік болғандықтан, ол көпше түрінде емес, ол басқа мағына береді. Yes көбінесе it, he, she деген субжекттерден кейін келеді, и одан кейінгі келген етістіктің артына s жалғанады. Яғни it pampers бұл келеді. Аударсақ, ол мәпелейді, аялайды деген ұғымды береді. Unlike ordinary diapers, Pampers is the first and only diaper that distributes wetness evenly into 3 extra absorb channels. They stay up to 3 times drier, so babies can sleep soundly all night. Келесі Dove. Dove. Бұл менің жақсы көретін заттарымның бірі. Бұның аудармасы көгершін.
яғни өздеріңіз білесіздер, бұл заттың сыртында көгершіннің суреті бар. Келесі Nestle. Брендінің өзінің аты Nestle деп оқылады, айтылады, ал бірақ сіз мағынасымен жайғасу, жағалау, қымтану деген мағынада қолданғыңыз келсе, қандай бір сөйлемде, онда nestle деп оқисыз. Nestle ол қымтану ұяға, балапандар ұясына қымтанып, жайланып отырғанда nestle деп айтады. Яғни суреттегідей. Келесі Milky Way. Бұл қос жолы деген аударманы береді. Бұлай егер сөзбе-сөз аударам дейтін болсаңыз, milk сүт, way жол немесе сапар деп аударылады. Бірақ оны көріп отырсыздар, тура сөзбе-сөз аударуға келмейді. Сондықтан мағынасына қарай аударған дұрыс. A fab fluffy middle. Real Milky Way chocolate. Perfect. If you got a bad altitude problem. Келесі juicy. Бұл juice сок. Juicy дегеніміз шырынды. Келесі Mr. Proper. Mr. Proper. Mr. дегеніміз мырза деген ұғымды береді. Ал proper деген аудармасы дұрыс немесе нақты деген ұғым береді. Сондықтан Mr. Proper'ды нақты мырза деп аударған жөн шығар. Sarah? Clean enough? Келесі tight. Tight'тың аудармасы толқын. Hello again, ladies. Is your man the kind of man who would climb the height? I'm in a tight head. Nice pants. Get off my horse. Tied up. Осы мен видеом аяқталды. Егер бұл жерде айтылмай қалып қойған, сіз білетіндей мағынасы бар аударылатын заттар болса, комментарияда қалдырыңыздар, келесі жолы да осылай видео істеуге тырысамын. Басқа да сұрақтарыңыз немесе бір пікірлеріңіз болса, комментарияда жазып бөлісе отырсаңыздар, қуанамын. Сіздерге видео қызықты болды деген үміттемін, және осы бүгінгі көрген сөздеріңізді, осы заттарды қолыңызға ұстап көргенде қандай сөз екенін біліп, ешқашан есіңізден шықпайтын болады деген үміттемін. Осы видеоны туыстарыңызбен бөлісіңіздер, және жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, take care, bye bye. Thank you for being in my life. I share this with everybody. Thank you, Steven Spielberg, for changing my life. Thank you, Stacey Snider, for changing my life. Please wrap up. I'm wrapping up. I'm sorry. I'm freaking out. Thank you, world. Oh, God. And thank you to WME and Viewpoint LA. I'm sorry, guys. I love you. Thank you. I'm sorry.